Ассаламу алейкум, Казавто көрермендері. Бүгін жексенбі. Ақтау көлік базарына келдік. Бағаларын білуге. Арзан көлік, қымбат көлік барлығын көреміз. Доллар көтеріліп жатыр. Бағалар көтеріліп жатыр ма көліктердің? Оны да айта өтеміз. Кеттік. Keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Осы түсірілімнің демеушісі автостиль аксессуарлар дүкені. Ол жақта көптеген таңдаулар бар, арзан бағалар бар. Барып көрсеңіз болады. Chevrolet 195 шақырым жүрген 2010 жылғы 1.6 қозғалдық. Механика екен. Бұлай жаман емес. Алды свежий краска бар екен. Бұнда байқа тұр. Бағасы жоқ. Ассаламу алейкум. Қанша отыр баға? 3-4 сұрап тұрсын. Қай жылғы? 14 автомат па? Механика. Газ бензин. Газ жоқ. Бензин айдадым. 3 миллион 400 сұрап тұрмын дейді. Доллардың көтерілгені кішкене білдіріп тұр, мәшіндерде жайлап бейтіп жатыр. Алдарыңызда Camry. Toyota Camry. Қазақ үшет. 4 миллион 324 2007. Газ бензин ма, брат? Газ бензин. Американец. Priora. Салам алейкум, жігіттер. Қанша сұрап тұрсың? 1.712. Бензин, газ жоқ. Газ, бензин, кондер, бәрі бар. Доллар көтерілді, біз де көтереміз дейсің ғой. Жағдай жақсы дейсің ғой. Дұрыс. Приоралар осылай сұрап тұр. Мұнда кімдік екен? Мұн жақта тағы біреу бар. Приора 1,5 миллион манағы олна. 2012 жылғы полный комплектация тоже. Люкс. Кондер барлығы бар. Газ, бензин. Мұн жақта Матиз дейді. Ассаламу алейкум. Қанша отыр Матиз, брат? 850. 850. Қай жылғы? 2005. Жылғы. Газ, бензин. Полный электропакет. Полный электропакет. Кондер да бар бұда. Кондер бар болған бір трубкасы жоқ. Жасады көрексіз. В общем, бұрын болғандай. Кондер несі бар, бірақ сол трубкасы. Компрессор той дейсің ғой. Негізде қанша отыр жігіттер? 1,5 миллион манағы о да. Газ, бензин. Барлығы бар. Жаның не керек? Мінесің, кетесің. Арзан бағалар қандай болып жатыр мынау? 700 мың теңге дейді мына Матиз. Газы бар, бензин жоқ. Солай. Алдарыңызда орыстың көлігі 750. Ұшып кетті ғой. Болды, қай жылғы? 2008. Бағасында келісім бар. Дөңгелектерің әдемек. Бензин ғой таза. Газ жоқ. Camry 2004 американец 3 миллион 500 дейді. 2004 жылғы. Газ бар ғой да, братна, да? Газ, бензин.
Golf 4-ші нұсқасы дейді. Қанша болып жатыр, брат? 1.900.000 ба? Қай жылғы? 2002 да? Автомобиль механика да? Газ бензин. Не осындай. Сіздікі қанша? Ой, біз арзан 500 мың? Алда кеттісің ғой. 14. Міне орыстың көліктері осылай сұрап тұр. Бағалар. Ассаламалейкум. Баға қанша болып отыр? Қанша болып отыр бағасы? 1.700.000 да? Қай жылғы? 13 жылғы. Кондер бәрі бар. Барлығы жасап тұр. Газ бензин. Форсунка. Молодец. Міне нақты айтып беріп жатыр да. Каждый водитель осындай болса, көлік жайлы түгел информацияны сық-сық етеді. Жақсы, сәттілік. БХ қанша болды жітер? 1.700.000. Қай жылғы? 95 газ бензин. Енді карантинге байланысты шығар, базарды көріп тұрсыңдар ғой, машиналар аз босап жатыр. Қанша дегенмен, бірақ Ақтауда әлі жарияланбаған ондай нәрсе. Xterra дейді Nissan. Газ бензин 4.600.000 бағасы, 2005 4 литр. Газ бензин, состояние зың дейді. Отлично дейді ғой, в общем. Мынақта Camry тұр, Toyota. Европейка 2010 45-ші нұсқасы. 2.4 дейді, қозғалтқыш. Отлично дейді. Сіздікі ма? Жоқ, 2 миллион. Нөмірден басқа нәрсе көрінбейді. Алдарыңызда Mercedes 4.7 қозғалтқыш. Идеальный дейді. 3,5 миллион бағасы, 2008. 4.7. Prado тұр екен, 120-ші нұсқасы. 7 миллион 600 дейді бағасы. 2.7 қозғалтқыш, 2006 жылғы. Жағдайы жақсы дейді. 2006 жылғы бағасы 5 миллион 800. Келсіз. Салонын қараш, әдемі екен, көрсетші. Телефон нөмір бар ма? Бар, айтып жүрін. 8775 7858. Осы нөмірге соғып білсеңіз болады, осы Фортунердің. Сөйлесіп келсеңіздер дегендей. Бірінші нұсқалары 2008 11 миллион бағасы. Европейка дейді таза. Жаңа нөмірге соқсаңдар болады. Мына 3 көлік. Prado, осы Фортунер бір кісінікі. Land Cruiser. Жақсы брат, сәттілік. Toyota Camry 2012 жылғы 6 миллион бағасы, 200 мың. 6 миллион 200 мың дейді. Так, 130 мың жүрген 2012 жылғы 2.5 қозғалтқыш. Жағдай тамаша. Достар, осымен түсірілімді аяқтаймыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайкты аямаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.